Ал Павлодарда жүк көлігі бағдаршамнан өтіп бара жатқан әйел адамды басып кетті. Жантүршігерлік оқиға қаланың орталық көшелерінің бірінде болған. Жаяу жүргінші қаққан сәт сол маңнан өтіп бара жатқан көліктерінің бірінің бейнетіркеш камерасына түсіп қалыпты. Онда әйел адамның жаяу жүргіншілер жолағынан жүгіріп өтіп бара жатқан анық көрінеді. Алайда көше қиылысынан бұрылған көлік тоқтай алмай жаяу жүргіншіні басып кетті. Полиция департаменті таратқан ақпаратқа сенсек, ауыр көлікті 62 жастағы жүргізуші басқарған, ал автокөліктің кімге тиесілі екені анықталып жатыр деді. Жол апаты салдарынан 42 жастағы қала тұрғыны ауруханаға жеткізілді. Аталған факті тіркеліп, сараптама жасалды, тексеру жүргізіліп жатыр. Полиция жаяу жүргінші бағдаршамның рұқсат етілген түсіне өткенін айтты. Ал денсаулық сақтау басқармасы көлік астына түскен әйелдің жағдайы тым ауыр екенін хабарлады. Қазіргі уақытта науқасқа тиісті ем-дом жасалып жатқанын жеткізді. 1978 науқас бірінші қалалық ауруханаға жеткізілген болатын. Медициналық тарапынан барлық іс-шара жасалынды. Науқастың диагнозы бас миының шайқалуы, бел омыртқасының жарақаты, реанимация бөлімінде, қал жағдайы ауыр. Алдағы уақытта ота жасалынатын болады.